Базардың ерекшелігі де осыда. Өзіңіз мен секілді нәзік жанды болсаңыз, қажет дүниелеріңізді алғаннан кейін дәл осындай арбаның көмегіне де жүгіне аласыз. Бағасы да қымбат емес, ал бұл көріп тұрған қаз-қатар тізіліп тұрған жеміс жидектердің барлығын көтерме бағада алуға мүмкіндік бар. Қанша тонна алам десеңіз де, мінекей жүк көлігіне тиеп, діттеген жеріңізге апарып та береді. Ендеше күннен қара кешке дейін дәл осындай арбаны айдап, керек дүниесін алып, жұмыс жасап жүрген ағаларымыздың жұмысын мен де жасап көргелі жатырмын. Әпке, енді мына жүзімдеріңіздің бір жәшігін алып көрейікші. Қанша теңгеге шығады екен? Мәссаған, мен көтере алмаймын оны. Кән. Апай, сіз менен күшті сияқтысыз ғой. Қаншаға болады мынау? Өзіміздікі өндірістікі ма? Өзбекстан, көршілес, біздің бауырлас мемлекетімізден шыққан дәмі күшті болады. Қанша теңге болып тұр қазір? 4500 теңге. Әкеліңіз, арбама салып алайын. Сот берсеңізші. Көрдіңіздер ма? Бұл жерде қызмет, былайша айтқан кезде, сауда орталығынан кем емес. Базар деп менсінбей жүрген нәзік жандар, базардың вайбы бәрібір бөлек қой. Әбжен, қиярларыңыз қанша тұрады? 300 әлі түсіп бересіз ба? Меш помидорлар. Базарда сауда қызып тұр ма, апай? Иә, қызып тұр. Жақсы, адамдары да жақсы. Бағаны айтып өтіңізші, енді жазда кейбір былайша айтқанда жемістер бағасы түседі. Халық жаппай алады. Қазір айтыңызшы, қиярымыз қанша, қызанағымыз қанша, жүзіміз қанша болып жатыр? Қиярыма міне 250 беріп жатырмыз. Өзі оптымда 200. Біз қоятымыз 50 теңге. Міне қияр 350 беріп жатырмыз. Міне шабдалдар бар, әдемі. Мынаны 800 беріп жатырмыз. Бұл екі түрлі болады. Түспейсіз ба, апай? Қырғыздікі бар, бұл Ташкенттікі. Қырғыздікі арзан жүреді. Оны біз қоймаймыз. Осын сұрап жатқан соң, осыны қоямыз. Дәмді ғой? Дәмді, әдемі. Яшықпен алып жатса, келсеміз, 20 теңге түсеміз. Енді жаздың сәні қарбызбен қауын ғой. Қанша болып отыр келесі? Қарбыз міне 130 беріп жатырмыз. Әдемі. Кес десе бәріне кесті беріп жатырмыз. Дәмі бал. Ана қауындар бар. Әдемі, дәмі күшті. Қауынның келесі? Қауындікі 300 беріп жатырмыз. Әдемі. Сой десе сойып береміз. Ұнамаса мейлі дейміз. Бала шаған жетеу бар, солар жей салады ғой дейміз. Ұнамаса алмай кетсе де ештеңе демейсіз ба? Еш нәрсе демейміз. Иә, бәрі кесіп көреді. Істейміз, сойдырамыз ба біреуін? Бәрін. Сой десе сойып берем қазір. Сойып бересіз қой біреуін? Иә, қазір сой десе сой. Маған базардың ең ұнайтын жері мұнда саудаласуға болады. Қаншадан түсіп бересіз, апай? 120 береміз, өзі 100 аламыз, 20 теңге қоямыз. Шыныңызды айтыңыз, салмақтан қоспайсыздар ма? Салмағымыз тура міне. Қоспаймыз. Қалай тұрс, солай береміз. Адал сауда жасасаң, ақша көбірек болады дейді, апай. Адал жасасаң, адалмен кіреді. 1 теңге болса да, берекесімен кіреді деген. Келіңіздер, алыңыздар. Болды. Я, шынымен де қазіргі базарлар бұрынғыдай емес, расында да салқындатқышы да бар. Әсіресе жемістерге арнайы суды да шашып, оның балғындығын сақтауға мүмкіндік те береді. Саламатсыздар ма? Сауда жасап тұрсыздар ма? Иә. Қандай жемістер алып жатсыздар енді? Айтып өтіңізші. Капуста? Салат жасауға ғой? Иә, салат. Баға қандай енді базарда бәрібір? Берекелі ма базар? Болады. Жиі шығасыз ба? Арзан нәрсе жоқ қой, бәрі қымбат қой. Қиын санап жеткізіп. Әйел адам базарға шықпаса бас ауырады дейді. Сізде де сондай ма? Иә. Свежий шығар, свежий деп алып отырмын енді. Жақсы, рахмет. Ал, апай, сауда қалай? Қанша таптыңыз бүгін? Болады. Бір күнде біз 200-150-ге дейін табамыз. Дос болайықшы. Қанша бала шағаңыз бар? 5. Машалла, көп балалысыз. Жетіп жатыр ғой. Саудада береке бар дейді. Рас қой? Иә. Береке бар, саудада жақсы ғой негізінде. Күнде сауда жасап, табыс табас қой енді. Күніне 200-150 енді. Әрине оның ар жағында енді кәсіпкер болғаннан кейін тауарыңызды аласыз, иә? Былайша айтқан кезде оборотта сізде ақша болу керек. Бірақ қолыңызға ақша түскенде бір отағасына ей деп қалмайсыз ба? Жоқ. Барып өткізесіз ол кісіге? Жоқ. Бәрібір бір-бірімізге есеп береміз, бір-бірімізге айтамыз, біргесі жұмыс жасап жатырмыз. Енді қазір тұтынушының түрі көп.
Иә. Мысалы, кейбір тауарға жағымсыз пікір айтқан жағдайда қалай қабылдайсыз? Ауыстырып бересіз ба? Барынша ауыстырып береміз хабарды. Олар енді біртіндеп көріп, қолмен ұстап, өздері жаңа ұнатқанын алып жатады, ұнамағанын кәдімгі өздері андай тастап кетіп жатады. Барынша свежий қылып беруге тырысамыз. Күнделікті күнде жаңа товарлар ауысып кетіп тұрады. Біз енді әлеуметтік желіде көріп қалдық та, клиент, яғни тұтынушы үшін төбелескен саудагерлерді көрдік. Сіздер татусыздар ма? Біз жақсымыз, көршілерімізден Құдай сақтасын. Көршілеріміз жақсы, бір-бірімізбен. Әркімнің өзінің берекесі бар дейсіздер. Иә, әркімнің өзінің берекесі. Енді барлығыңызда былайша қарап отырсақ, ассортимент бірдей. Иә. Баға қалай? Баға. Барлығымыз бір баға қоямыз, бір сума қоямыз. Енді кейде көп заттар алып жатса, бір тағы да 100 теңге, 50 теңге түсіріп береміз. Айттым ғой, базарда бәрі бір түсіріп береді, ақшаңды экономдайсың, иә? Апайым, мына жүзім ұнап тұр маған мысалы. Қай жердікі? Бола ма жеп көруге? Иә, болады. Қай жердеңіз? Ол Ризамат, Ташкентский жүзім. Көрші елде өсірілген жүзімнің дәмін көрейік. Негізі маған дәнексіз ұнайды да, бірақ сонда да көрейік. Дәнегін жұтып қойдым. Сочный ғой, кәдімгі дәмді. Су көп, бұдан су көп бөлінеді, бұда дәнексіз. Иә, дәнексіз кешіміш деп атайды. Бағасын айтыңызшы. Мысалы, мыналар 1200-ден, мыналар 1000 теңгеден, мыналар 700 теңгеден, анау 1000 теңгеден аршетекші. Үлкені. Негізі қонақ келгенде түріне қарап қоямыз, өзімізге алсақ, түрін қоя берші, дәм болса болды дейміз, солай сіздерде де солай ма? Ананастар қанша болып жатыр? Ананастар. Ананас 1200-ден, 1300-ден. Бір данасы. Рахмет көп-көп. Саудаңыз берекелі болсын. Жақтырмай қалған клиенттер болмасын. Жақсы. Рахмет. Негізі базарда бар ғой, ер адам сатушыларға келсе көп нәзік жандар түсіріп жатады бағасын. Аға солай ма? Түсіңізші, аға түсіңізші деп еркелей ма сіздерге? Иә, еркелейді. Не істейсіз енді? Қарагөз қарындастарыңыздың еркелігін көтересіз ба? Көтереміз. Қанша теңгеге дейін түсіп бересіздер? 30 теңге, 40 теңге, 50 теңге. Өздеріңіз көп те қоймайсыздар. Қанша болып отыр баға қазір? Бағам 350 сатып жатырмын. 350. Қызанағымыз 350. Мына ар жағындағы бізде шабдалы ғой. Иә, мынау қызанақтың жанындағы. Иә. Қандай шабдалы ол? Әнжір. Інжір. Ар жағы? О, жылтыр шабдалы. Тағырбас шабдалы деп айтады бір жерде, иә? Оның бағасы? 750. 750 теңге. Ананас кішкене кішірек екен сізде? Иә. Бағасы? 1000 теңге. 2-3 теңгеге арзан екен, иә? Алмалардың түр-түрі, қандай түрлері бар? Сары алма бар, қызыл алма бар. 650-ден алмалар. Барлығы 600-650-ден. Түр әдем, ой аға, дәмі де сондай әдем ба? Иә, жеп көрсеңші. Жей берсем бола ма? Болады. Бәріне бересіз ба, маған ғана ма? Берем. Бәріне берсеңіз қамай қалады ғой сізде. Не алдыңыз енді, айтасаңшы? Виноград алдым, персик алдым. Бағандай? Баға? Білмеймін, болады. Қалтаға? Жақсы. Бәрібір базар берекелі ма? Иә, базар берекелі, бәрібір. Дәмін көріп алатындардың қатарындасыз ба, әлде түріне қарап ала саласыз? Дәмін көріп алады. Иә? Иә, дәмін көріп алады. Осындай ер адамдар көп болсыншы, иә, қарындастары жұмсағанда жүгіріп барып алып келетін. Рахмет. Жеміс жидектің жұмағына да келіп қалдық қой аға. Іздегеннің барлығын табасың. Қиярың да, дәл қазіргі таңда құлпынайың да бар. Айтып өтіңізші, қазір енді саудасы қызып тұрған сәт қой. Енді иә, күндізгі уақыт, бірақ енді өзіңіз білесіз, сауданың ең қызатын күндері бұл демалыс күндері дейміз. Орысшалап айтқанда суббота, воскресенье. Қалған уақытта иә, бірақ енді қазір кіріп келген павильонымыз бұл енді жаңағы дара сататын, жаңағы халыққа қызмет көрсететін, осындай жайлы да халыққа кіріп шығуға барлық жағдай жасалынып, осындай сауда жасап жатыр. Барлық жеміс жидектің барлық түрі бар. Бізде енді базарымыздың өзі негізіне келген кезде осы жеміс жидекке арналған. Енді көріп отырмыз, барлығының былайша айтқанда бірінші кезекте түріне қараймыз ғой. Әдемі болып жасалып тұр, түрлерінің өзі. Бағасы ше, қалтаға қонды ма? Бағасы енді мақтанатын нәрсе бұл. Енді баға жағына келетін болсақ, бізде қалада ең арзан баға деп айтсақ та болады. Ең арзан. Өйткені неге бізге бұрадан тікелей диханның өзінен келіп, диханға сондай жағдай жасалған, диханның өзі сата беретіндей. Сол себепті енді бізде араласы да бар, басқа елден келетіндері де бар, Қытай елі бар, Өзбекстан бар, Түркменстан бар, Таджикистан бар, барлық жақтан келеді. Мынау Иран елінен де келеді. Енді әлемде қандай не бар, бүкіл
адамға керек жаңағы жеміс жидек дейміз ғой, жеміс жидек тарапынан барлық затымыз бар. Енді қазір желіде хит болып жатады ғой, не деген жемістер, соның барлық түрін таба аламыз ғой, иә? 100%, шетелден 100%. барып аспай-ақ өзіміздің Шымкенттен алып жібереміз. 100% барлығы бар. Енді өзімізде Шымкент оңтүстік өзі сондай тапқыр өңір ғой. Сол анау Эквадорда неде өсетін банан деп егіп жатыр қазір Түркістан облысында. Оларды күтіп отыр, қашан әкеледі деген товарын деп. Енді Құдай бұйырса, оған да қолымыз жетер әлі. Ұзақ емес күндерде. Аға, көріп отырсыз ғой, базарға костюммен келіп қалдық. Шынымен де барлығы тап-таза, яғни былайша айтқан кезде туристер келсе де ұялмай көрсетеді екенбіз да, иә, осы тұста. Еш уақытта қиналмаймыз да, ұялмаймыз да. Былай айтқанда біздегі қазір бізді көп базарлар бізге қарап бой түзеп жатқан базарлар да бар. Енді үлгі болуға барлық шамамыз келгенше, қолдан келгенше барлық жағдайды істеуге тырысып жатырмық. Енді жеміс жидекті алған кезде әрине бірінші кезекте жаз мезгілі болғаннан кейін уланып қалмаудың қаупінде алдын алады біздің тұрғындар. Барлығы тексерістен өтеді ғой. Ол бірінші, ол міндетті түрде базарға саталар алдында, прилавка дейміз ғой, сатуға қояр алдында өзімізде лаборатория бар, лицензиясы бар лаборатория бар. Сол жақтан сараптамадан өтеді, сол кісілердің рұқсатын алады. Сол рұқсаттан өткеннен кейін барып сатылуға қойылады. Өте жақсы. Енді базар деген берекелі жер ғой. Қаншама адам нәпақасын тауып, өзінің бала-шағасын асырап отыр. Осы тұста жеміс жидектер павильонында қанша сатушы қазір қызмет көрсетеді? Қазір бізде жалпылама алғанда 300-ден астам жеке кәсіпкер тіркелген. Соның барлық халыққа қызмет көрсетіп жатыр. Әуелі президентіміздің мынау орта және кіші шағын бизнес дейміз ғой, соның қолдауының арқасында, сол кісінің саясатының арқасында осындай үлкен жеңістерге және де осындай үлкен нәрселер қол жеткізіп жатырмыз. Және де біздің енді Сыздықбеков Ғабит мырзаны білесіздер. Ол кісі өзі бүкіл қаладағы айтып жатырмын ғой, жақында да бір интервью бердім. Ол кісі қаладағы инеге шейін өзі тексеріп, өзінің назарында. Өйткені ең бастысы біз халықпен жұмыс істеп жатқаннан кейін, ол халықтың аузына баратын зат болғандықтан кейін бізде өте осыған мұқият боламыз, қараймыз. Жаңа лаборатория дейміз ғой, лабораторияның ең әуелі қойылған оларға талап осы жеміс жидектің сапасы жөнінде. Енді Мелсаға өзіңізден сұрайыншы, міне алдыңызда барлық жемістің түрі бар. Ең сүйікті жемісіңіз қайсы? Мен өзім ең сүйікті осы жазда жейтін жүзімнен арбыз қауын дейміз, осы арбыз қауынды өзім жазда жегенді осы продуктыны, именно осы жеміс жидекті жазда жегенді жақсы көремін өзім. Енді сұрап көрейікші, мұнда сатушысы бар ма екен? Сатушысы. Енді көріп отырмыз ғой, жеміс жидектің Мелсағаның ең жақсы көретін жүзім екен да. Жүзімнің барлық сорты бар екен. Қай жақтан әкелінген? Тәжікстан мен Өзбекстан. Бағаларын айтып өтіңізші. Хусейн 750 теңге. Мынау мерс бар, мерс 900 теңге. Кишмиш 850 теңге. Мелсаға сіздің атыңызға ұқсайды екен. Ұқсайды. Мерс дейді ғой. Мерс дейді. Мелсаға мерс жүзімін жеді деп айтсақ та, иә. Өте жақсы. Бұған ұсыныс көп. Сұраныста ғой. Иә, бұлар. Қазір енді жаз мезгілі келді дейсің, жеміс жидекті тойып жейсің дейді ғой. Тойып алып жатыр ма? Халық алып жатыр ғой барынша. Барынша алады. Көп қой енді клиент. Особо клиенттер келеді, жақсы, сауда жаман емес. Енді келіншегіңіз үйде. Үйде. Қыстың қамын жаз ойла дейді. Иә. Тосап жасап, түрлі банкалар жауып бастап кетті ма өзде? Ол басталды. Өзі анау именно осы соңғы маусым айларындағы ең өз қатты жүретін бұл банк. Жаңағы айтылды. Помидор дейміз, қазақшасы қияр, помидорымыз бар, жаңағы перец дейміз, баклажановый, басқасы бар, болгарский дейді. Оның барлығы банк жауатын кезде өзі көбінде өзіміз местный дихандардан келеді, ол продукттың барлығы, ол жеміс жидектердің барлығы. Және де оның барлығы жаңа көтерме түрде сатылады бұл уақытта. Мынандай дара оны ешкім алмайды. Қазір көбісі қаппен алып кетіп жатыр. Жақсы, көп рахмет. Ендеше біз әрмен қарай базарлайтын боламыз. Енді қауын, қарбыз керек десеңіз, шетелдік жемістің түрлерін де дәл осы базардан табасыз. Жаздың сәні қарбызбен қауын. Бірақ дәл осы өзіңнің шөліңді де қандыратын, қарныңды да тойдыратын қарбызды таңдау жолын білесіз бе? Расында да бірінші кезекте оны ұрып көрсең де болады дейді. Және дәл осындай өсімдігінен де, сыртына шығып тұрған өсімдігінен ол расында да піскен бе, іші түсіп кетпеген бе анықтауға болады. Егер оның дауысы нық шығып тұрса, онда оның іші
түсіп кетпеген деген сөз. Ендеше дәл осы базарларда бүгінгі таңда қарбыз 100-120-130 теңге көлемінде келесіне сатылып жатыр. Бірақ ең бастысы мұнда көтерме бағада алуға да мүмкіндік бар. Құрметті көрермендер, көріп отырсыздар ма? Мұнда тіпті кокос жемісін де табуға болады екен. Аға, өзіңіз кокос ішіп көрдіңіз ба осыны? Кокос енді көп бұндай нәрселерді өзім негізі Қызықпайсыз? қатты қызықпаймын. Мен өзім қатты қызығатын жаңағы осы жергілікті өнім дейміз ғой, өзім соған қатты қызығам. Бірақ енді ол кішкентай бала-шағаға басқаға енді әуес дүние ғой. Қызық қой, шынымен де. Міне тағы да Red Dragon деп айтады, қателеспесем, иә? Барлық түрі бар дедіңіз. Дәл қазір біз базардағы тоңазытқыштамыз, иә? Былайша айтқан кезде бұл жерде барлық өнімдер әп-әдемі балғын болып сақталады аға. Балғын болып сақталады. Мынау енді осы жаңағы холодильник дейміз ғой, тоңайтқыштың кіре берісіндеміз. Бұл кісілер енді әдейі өстіп шығарып қояды. Жаңағы тоңайтқышта қандай заттар бар екенін. Сосын жаңағы келісіліп жатқан баға болса, алушыларға осылардан бір көрсетіп, мына іштен шығарып бере береді. Аға, айтыңызшы, мына жемістің аты, мына жемістің аты қандай? Мынауыңыз енді грейпфрут, мен білетім. Мынауыңыз жаңағы не дейтін еді, глаз дракона дейді. Енді толық атын білмейді екенмін енді. Білмеген екен, сізден сұрап алады ғой бәрін. Мен де көп жемеймін бұндай нәрсені. Мен де сіз сияқты жергілікті ғана жемістерді жақсы біледі екем. Енді манго, ананасты білеміз, бірақ шынында да мына жемістердің атын өзіңізден сұрап алды. Бұл қызығы, бұл көп бұрадағы тұрған дүниенің көбісі енді анау мұхит асып келген заттар. Эквадор дейміз, Египет дейміз, Мысыр дейміз. Әр жақтан Африка елінен келіп жатқан товарлар бар ішінде. Ішінде тоңқамаймыз ғой, костюм киіппеген дұрыс болыпты ғой. Костюм киіппегеніңіз жақсы болды. Мынау енді өзіңіз көріп отырсыз, burada бір белгілі бір. Аға, хит болған шай мускаты көзіміз қалды. Мынау енді бұл бір кезде өзі бүкіл қазақ елі, бүкіл әлем десек те болады. Бір сондай бір өзінше бір танымал жеміс болды осы кезінде. Осы жеміспен видео түсіру үшін қыздарым күнде жылайтын еді ғой, келіңізші деп. Қазір қалай сұраныс болды? Қазір сұраныс жақсы, бірақ дегенмен де бұның бұрынғыдай бірінші шыққан кезде бұның бағасы өте жоғары еді. Қазір бұның бағасы қолжетімді. Өзіміздің жаңа несіне шығып жатқан жүзімдерден бір ары кетсе бір 20-30%-ға ғана қымбат. Өзіңіз жеп көрдіңіз ба? Жеп көрдім, бірақ маған өзіміздің қайтадан өзіміздің өскен нәрсе қайтпайды екен саға, иә, бәрібір. Өзіміздің жеміс-жидек ештеңке жетпейді деп ойлаймын. Көріп отырмыз, бұл жер кәдімгідей салқын екен, құрметті көрермендер. Расында да сондықтан арнайы температура әрбір жеміске сақталған деп айтсақ та болады ғой, иә? Қойылған деп. Қанша уақыт тұрады енді бұл жерде? Burada енді әр товардың өзінің мынандай белгіленген қандай температурада сақтау керек, қанша уақыт тұра алады, осы арада жазылған. Осы нормаға сәйкес біз ұстайтын болсақ температураны, енді бөлінбейді. Бір айдың көлемінде тұрып бере алады, бірақ дегенмен де әр продукт, әр жеміс-жидек өзінің бір специфический газы бар. Мысалға мандариннің қасына сіз жүзім әкеп қоя алмайсыз. Бұзылып кетеді. Сол үшін өзі әрқайсысы араларын ашып қоятынында, мысалы киви басқаша газ бөледі деген сияқты, осының бәрін сақтаудың да бұл бір үлкен, былай айтсақ, айту оңай, бірақ зерттеп келгенде бәрі бұл ғылыми бір өзінің бір методикасы бар, соны білместен адам істемеу керек. Осының барлығын, енді ойлаймын, burada істеп жатқан, сауда жасап жатқан адамның барлығы өте жаңағындай оқыған, шоқыған, осымен айналысқан пәлен жылдан бері. Ең қызығын айтайыншы, біздің Шымкент халқы шынымен қонақжай. Үйінен қонақ үзілмейді, сондықтан жемісті ала береді ғой, иә? Жеміс ол енді жаздың, қазақта жақсы сөз бар ғой, жаз ет аз дейді, ет аз кезде осыны жейді халық. Ендеше бүгінгі базарлығымызды осымен аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Азиза Мадияр. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.